Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерменен мынадай браслетті тоқитын боламыз. Бұның әр гүлі бөлек-бөлек тоқылады. Мен мынандай тогл застежка қойдым. Сабағымызды бастамас бұрын, бірінші менің видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды да ұмытпаңыздар. Ой пікірлеріңізді комментарий бөліміне жаза отырыңыздар. Ал, кеттік онда. Бізге бұл үшін мынадай 8 мм жемчуг керек болады, 2 мм жемчуг керек, бисеріміз керек, және 3-4 мм хрусталь тасымыз қажет болады. Сосын застежкамыз, мен мынадай тогл алдым, тогл застежка. Ине жібіміз қажет болады. Мен лескада тоқып жатырмын. Ең бірінші жібімізге мынадай етіп 6 жемчугымызды өткізіп аламыз. Жемчуг бисер етіп 6-ауын өткізіп аламыз. Ұшына дейін алып келеміз жібіміздің. Домалақ етіп байлаймыз бұны. Қатты ұзын етіп қалдырудың қажеті жоқ. Кесіп тастаймыз жібімізді. Жібімізді артығын қиып алып тастаймыз. Ендігі әрекетіміз. Инемізге 3 бисер аламыз. 3 бисерімізді аламыз. Жібіміз сол жағында бисеріміздің. Осы жерден бисерді оң жағынан солға қарай инемізді өтеміз. Жемчугтан өтеміз, және келесі бисерімізден өтетін боламыз. Міне, мынандай жапырақ болу керек. Әр жемчугтың арасына дәл осындай жапырақ жасап шығамыз. 1, 2, 3. 3 жемчуг аламыз, 3 бисерімізді аламыз. Жібіміз сол жақта, оң жағынан бисерден өтеміз. Бисерден, жемчугтан және келесі бисерден өтетін боламыз. Екеуін көрсеттім. Енді қалған мына 4-еудің барлығын дәл осылай жасап шығамыз. Міне, айналдырып жүріп болдық барлығын. Енді инемізге 9 бисер өткізіп аламыз. 9 бисерімізді өткізіп аламыз. Бұны, мына жібіміз 2 жемчугтың ортасындағы бисерден жоғары жақтан шықтыр. Бұны біз мына келесі жемчугтың ортасындағы бисерден өтетін боламыз. Тағы бір көрсетейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мынау 2 жемчугтың ортасындағы бисерден өтетін боламыз. Міне, екеуін жасадық. Енді қалған 4-еуінде дәл осылай жасап шығамыз. Барлығын тігіп болдық. Домалақ гүліміз пайда болып жатыр. Міне жібіміз 2 жемчугтың ортасындағы бисерден шығып тұр жібіміз. Біз оны мына келесі гүліміздің жапырағындағы 5 бисерімізден өтетін боламыз. Міне 1, 2, 3, 4, 5. Міне 5 бисерден өтетін боламыз. Енді инемізге хрусталімізді аламыз. 1 хрусталь аламыз. Мына келесі аркамыздың 5-шінен өтетін боламыз. 1, 2, 3, 4, міне 5-ші бисер. 5-шіден өтетін боламыз. Дәл осылай барлығын айналдырып өтіп шығамыз. Міне, бір хрусталімізді алдық тағы.
келесі 1 2 3 4 5. Дәл осылай мына қалғандарында осылай айналдырып шығатын боламыз. Міне достар, барлығын тігіп шықтық. Енді осы жерде міне 5-ші бисерімізден инеміз жібіміз шығып тұр. Осы жерде хрустальдан өтетін боламыз. Хрустальдан өтіп, жібімізді тартамыз. Жібімізді қаттырақ тартамыз. Міне сонда бізде мынадай гүліміз болады. Енді осы жерде жіптеріңізді ұстап тұрып, жіпті мына хрустальдарымыздың арасынан бір-бір өткізіп, тігіп шығамыз. Айналдырып шығамыз хрустальдарды. Ол бізге хрустальдарымызды беріктеу ұстау үшін қажет. Төмен қарай түсіп, осы жерде инемізді, жібімізді 1-2 түйіндейтін боламыз. Жібімізді қиямыз. Дәл осындай етіп, 6-ау, 7-ау қолыңызға өлшеп отырып, қаншауы тура келеді, соншалықты жасайсыз. Мен мына жақта жасап қойғандарым бар. Міне. Осыларды енді қазір бұлай қойып, бірмен бірін біріктіретін боламыз. Бірінші 5 бисер аламыз. 5 бисер аламыз. Застежкамызды қыстырып аламыз. Жібіміздің ұшына дейін алып келеміз. Бисерларымыздан қайта екінші рет өтеміз барлығынан. Барлығының арасынан өттік. Осы жерде байлаймыз. Жібімізді қиып тастаймыз. Келесі бисерімізден өтеміз. Осы жерде енді 1-2 миллиметрлік жемчугімізді аламыз. Тікен бір гүлімізді аламыз. Жоғарғы жағындағы, басындағы бисерімізден өтеміз. Тағы бір жемчугімізді аламыз. Енді жақындатып бисерімізден айналдырып өтетін боламыз. Сонда бұлай жалғанады. Мына жерден айналып тағы да екінші рет өтеміз. Беріктеу болу үшін. Енді біз келесі мына гүліміздің элементіміздің екіншісін біріктіру үшін біз мына бетіне өтуіміз қажет болады. Мына жақтағы
бұрышына өтуіміз қажет болады. Бұлай айналып келіп, мына жаққа өтеміз. Ол үшін мына жерден өтеміз. Жапырағымыздың шеткісінен өтеміз. Міне жібіміз. Мына жемчуктардың арасынан айналып өтетін боламыз. Үшеу. Енді осы жерде жанындағысынан өтеміз. Міне керекті бисерімізға жеттік. Дәл осылай 2 миллиметрлік бір бисерімізді мынау екінші элементіміздің, оның да мына жоғары жақтағы гүлінің жоғарғы бисерінен аламыз. Тағы бір 2 миллиметрлік моншағымызды аламыз бисерімізді. Мына шетінен екінші бетінен өтетін боламыз. Міне. Дәл осылай біріктіретін боламыз. Мына жерді тағы да екінші рет айналдырып тігетін боламыз. 2 реттен айналып өтеміз. Енді дәл жаңағындай жанынан өтіп, жемчуктарымыздың арасынан өтеміз. Біз келесі мынау жапырақтың ұшына, бұрышына баруымыз керек болады мұнда. Мынау бисерге келуіміз керек болады. Дәл осылай мына айналып жүріп келіп, дәл осылай мыналардың барлығын біріне-бірін біріктіріп, браслетімізді жасайтын боламыз. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Істеріңізге сәттілік тілеймін.